Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Xudoy xohlasa, barcha chempion bo'lsin, olimpiada chempioni bo'lsin, xudoy xohlasa, yedim maqtanish bo'lsin, ko'p UDJ berkatning chempion bo'lsin degan kelib, xudoy xohlasa, tilagim, xudoy xohlasa. Barcha qatnashchilar o'zim pechatka o'zim qo'l qo'yib berdim, xudoy xohlasa, zalga kelganda qo'l qo'yib, xudoy xohlasa, olimpiya chempionlarning bariga qo'l qo'yamiz. Tapsa qo'yingsiz, papasına, atasına tapsa qo'yingsiz. Qo'sh yerga qo'ysak bo'ladimi? Mana o'sha mıqtı boksyorlarning, mıqtı Qozog'ga tanimol azamatlarning qo'li turib, Aybar xalqning qalauga ulu bo'ldi. Kermet aqbatasin bergan ekan, qo'lib qo'ygan ekan. O'shundan men o'sha yerga qo'ysam deb o'tiramiz. Endi mana paketga kelib qo'yasiz. Al, bismillah deb o'rtaga kelib, o'sha seremoniyamizni жасасақ деп жатырмыз. Өмірдің өзі ақ пен қарадан, жақсы мен жаманнан тұрады. Соның тек қана осы жақсы жылағын, өмірі өзі жолы ақ болсын деп байлап жеңіздер. Ал, бисмилля. Ал, екі жағынан астаңызда, бір жағынан атасы, бір жағынан бір жаға көз ұстап. Tay деп. Компьютер шашпаңыздар, қазір соған алдап қалады, компьютер шашпаңыздар. Ал, енді Айбар баламыз болашақта қандай маманның домбыра ұстады. Енді бір жаңаға домбыраға қол қойып беріңіз. Күйші боксер болсын. Күйші боксері деймін. Қойдырып алайын ба қолыңыз үшін. Қолыңыз үшін бері. Ал, Құдай қаласа, міне, Құдай қаласа, баласы сияқты, әкесі сияқты, баласы да өзі өте жол таңдағалы тұр енді. Мықты Қазақстанға танымал, әлемге танымал, Димаш Құдайберген сияқты мықты азаматтардың бірінде бірегей болсын. Сіздің жолыңыз өсін дегіміз келеді. Қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Батыр келді өмірге, батыр келді. Енді мен орамал том болмай жол болады деп сіздерге арналған құрбылған бата жүрмейді деп осы әдемі ақ батаңызға сіздің жолыңыз өсін деп біз арнайы сіздерге 22 наурызда ғана кимейтін емес, күнделікті киіп жүретін фирменный арнайы шапаныңызды өзіңізге ұсынып жатсыз. Мықты келешегі жоқ десе де. Есепке сөмкесі олай мұны бір жақ көкөз тұр. Осыда анамызды, Айжан ханым есепке сөмкесі олайсың. Кішкене балапандар алыңыздар, қазір деді оқытсын. Рахмет, өзіңізге жөн жоралықтары, сый-сияпаттарын ұсынып жатыр. Рахмет. Енді мен